Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан, және де бүгінгі видеода сіздерге топ 5 секретный заттарды, секретный үйлерді, Майнкрафттағы секретный үйлерді көрсететін боламын. Және де сіздер бірінші лайктарыңызды басыңыздар, маған подписка жаса қойыңыздар, және де видеоны до конца көріп, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер достар. Ал енді біздің ең бірінші секретный жер, ол мынандай иглаларда болады. Осындай үйлерде, қар үйлерде болады. Қар үйлерді кіреміз. Кіргенде мына коверді сындырамыз. Коверді сындырғанда мынандай люк болады. Люкқа кіреміз, астына түсеміз. Астына түсеміз. Астына түсіп барамыз, короче, осылай. Түсіп барғанда мынандай жер болады. Ішінде там заттар болады, там золотое яблоко, уголь, гнилой плоть, және де мынаны емдеуге болады. Золотое яблоко аламыз. Мына жерде осындай бір слабость болады. Өстіп лақтырасыздар. И короче, қазір где-то 5 минуттың арасында мынандай жетел болып шығады. Так, күтет тұрайық кішкене достар. Пока сіздер маған лайк басып, сөйтіп тұрыңыздар. Енді осындай керемет жері бар енді. Так. Мынандай кактус өсіп тұрады екен тағы да. Яна, короче, өсіп, ділдеп, мынандай жетелге айналатын болады. Мен енді күтіп тұрмайтын жармыз енді достар. Ал енді келесі жерге барайық онда. Это переход, короче. Ал енді достар, біздің келесі секретный бөлмеміз ол мына жерде. Бұл жер яғни ентер портал жағы емес па? Енді портал жаққа, короче, келеміз. Енді порталдың өзіне барамыз. Енді порталға барамыз. Короче, бұл сұсандар. И осы мына екі лаваның ішінде, біреусінде секретный комната болады. Давайте өзімізге алмазный кирка алайық. Так, мынаны қалап тастап болады. Видеомен аптек лаваны өстіп, мына жерден қазамыз. Міне мынақта люк болды, енді сынып тастадым, енді кешіріңіздер, енді байқамай алдым. Мынандай осындай секретный бөлме болады. Секретный бөлме, және мынандай сундук болады. Бұл сундуктың ішіне зачарованный алмаз. Ой, зачарованный яблоко деймін ғой. Қайдағы алмаз? Алмаз зачаровать етпейді. Так, алмаз, яблоко, мынандай железный заттар, золото, сондай заттар болады. Және де осындай керемет жер бар. Так, мына жерден шығып кетейік. Кейде ол может быть мына жақтан да шығып қалуы мүмкін, бірақ либо бір жерде ғана болады, мына жерде уже жоқ достар. Көріп тұрғандарыңыздай, короче, көріп тұрсыңдар ғой енді. Басқа жақта. Ал енді келесі бөлмеге кеттік достар. Это переход, короче. Ал енді достар, сіздер мысалға джунглилармен келе жатып, арбузиктарды көріп, арбузиктарды сламат етіп, арбуз жеп, сосын мынандай храмды тауып алсаңыздар. Бұл храмды енді бәрі біледі. Қазір факел алып алайын. Факел алып алайын. Так, факелмен былай кіреміз. Мына жақта ричак бар, қай ричак басады білмеймін, әйтеуір бірден ричактар бассаңдар, мына жақ ашылып, короче, мынандай сундук болады. Бірақ бұл сундукты бәріміз білеміз. Ал бізде тағы да бір секретный жер бар. Ол мына жақта. Мына жерде тағы да бізде бір сундук бар. Бірақ осы жерде де бәрі біледі. Бірақ бір білмейтін жер бар. Ол білмейтін жер, бәрі біледі. Білмейтін жер, зомби кет. Зомбиді қазір өлтіріп тастайық. Болды, зомби енді қалды, короче. Ал енді достар, секретный жер ол тура мына жерге бүйтіп түскен кезде мына лестницаның астында. Міне көрдіңіздер ма достар, мына жерде испытание және де
сундук және золото бар достар, золото. Ал енді мына жерге кіресіздер выживанияда. Хопа деп, ойбай, паркур істей алмай қалдым. Хопа. Ойбай. Қазір достарына өте алсам, сіздер подписка мен лайк басасыздар. Хорошо достар, келістік. Давайте мен мына жерден өтсем, мынаған құламай подписка мен лайк істеп қоясыздар. Так. Хопа. Достар, давайте лайк пен подписка басып қойыңыздар келіскендей. Ал мына сундуктың ішінде зачарованный яблоко, 4 алмаз, алмазный топор, және де золото, және де алмазный блок бар екен. Және де мынандай золотоларды лутать етеміз достар. Домалақ бастар. Ойбай, вообще паркур істей алмайды екен мен достар. Так, үстіне жек лақтырып тастаймыз екенімізге болады. Келе жоқ, өйткені біз уже келесі секретный бөлмеге баратын боламыз достар. Давайте. Это переход, короче. Ал енді достар, сіздер мысалы тағы да по приколу по миру жүрген кезде, по прикол жүресіңдер ғой, по прикол жүрген кезде, мынандай болотный биомға келген кезде чисто случайно мынандай кімнің үйі еді мынау? Мыстан кемпірдің үйін тауып алсаңыздар, Мыстан кемпірдің үйіне кіреміз. Мыстан кемпірдің үйіне кірген кезде бұл жерде секретный комната жоқ секілді, өйткені Мыстан кемпірдің үйі итак өзі кішкентай ғой. Бірақ жо достар. Мана котелдың астында секретный бөлме бар. Қазамыз. Қазамыз. Және де мына жерде люк бар. Люкты ашамыз. Бұл жерде так, газ. Факел қойды. Бұл жер жарық емес енді. Мына жерде осындай жер орналасқан. Бұл жерде сундук және де торговец бар. Тайник ма? Бірдеңке торговец деген торговецтен танымаймын бұны. Мына жерде екі золотой яблоко, арбуз, және не мынау светящаяся ягода дейді. Және де регенерация деген зеле бар екен. Мынау торговец бар. Және де осындай бөлме бар. Бұндай бөлме бар екен, өзім мен білмедім. Ешкім де білмейді. Өзім бұны чисто өзім тапқам деп айта алмаймын. Мен интернеттен көрдім, интернеттен алып сіздерге көрсетіп жатырмын достар. Ал енді бұл 4-ші біздің секретный бөлме болған. Ал енді соңғы секретный зат қазір көрсететін болам сіздерге. Қарап отырыңыздар, лайктарыңызды басыңыздар. Және мен арнама тіркеліп басқа да видеоларды көріңіздер. Менде еще тағы да көптеген қызықты видеолар бар. Қарап көріңіздер. Давайте достар, тағы да енді соңғы затқа кіреміз қазір. Это переход, короче. Там достар, мынау соңғы біздің андай мықты, өте мықты секретный комнаталардың бірі. Ол секретный комната бізде мына үйде особнячтың ішіне қазір кіреміз. Особнячтың қазір ішіне кірейік достар. Особнячтың Майнкрафтың қатып кетті ғой. Ойбай Майнкрафт. Так, оны кішкене бүйтіп тауып алу керек. Оны табу үшін былай терезелерден қараймыз. Бірінші бүйтіп қараймыз. Бір бөлме болады, который пустой, жабық. Сол бөлмеде, сол бөлменің ішінде бізде секретный комната болуы қажет. Ол секретный комнатаны қазір тауып алайық, сосын сіздерге көрсететін боламын. Точно бар екен білемін оны. Так, секретный комната қайда? Секретный комната. Так. Секретный комната қайда? Ё-моё. Так, қазір достар мен тауып алайын секретный комнатаны, сосын записті қосатын боламын. Хорошо, достар. Давайте қазір тауып алайын. Это переход, короче. Міне достар, мен тапқан секілдімін. Мына комнатаны табасыздар ғой. Бұл комнатаны бәрі білет. Бірақ бұл комнатаның бір ерекшелігі бар. Бұл комнатада ешкім білмейтін сундук тығылған. Бірақ сіздер сұрауларыңыз мүмкін. Сұрайсыңдар ғой менен, Нұрлан,
бұл жақта вообще сундук жоқ қой деп маған айтасыздар ғой. Бірақ жо достар, мына басын ішінде секретный сундук бар. Ол сундукты табу үшін, короче, на мұрынның мына жерін, короче, сындыру керек. Бір блок сындырасыздар, екі блок сындырасыздар, и мына жерде көріп тұрғандарыңыздай сундук бар, сундук. Мас достар, ең мықты сундук осы мына мұрнында тапқан шығармыз. Ал енді осы особняктағы секретный комнаталар, тағы да бір секретный сундук бар. Ол секретный сундук мына жерде орналасқан. Так, қаяқта? Так. Қазір көрсетем. Осы лестницамен, короче, бесконечный лестница, и мына жерде тағы да бір сундук орналасқан. Бірақ бұл жерде өте керемет заттар жоқ. Ана сундуктағындай. Так, осындай жерлер бар. Енді сіздер білмеген шығарсыздар, енді сіздер біліп жүретін боласыздар, достар. Ал енді сіздермен бірге болған Нұрлан. Ал сіздер маған лайк басып, комментария жазып, менің каналыма подписаться етіп қойыңыздар, достар. Маған өте приятно болады. Ал келесі кездескенше, достар.